Қызылорда қаласы нөмірі 11 мектеп лицейінің 8-ші А сынып оқушысы Сәрсенбаева Сымбат. Абай Құнанбайұлының «Біреудің кісі өлсе қаралы ол» өлеңі. Біреудің кісі өлсе қаралы ол, қаза көрген, жүрегі жаралы ол, көзінің жасын тымай жылап жүріп, зарланып неге әнге салады ол. Күйеу келтір, құззат тойыңды қыл, қыз таныстыр, қызыққа жұттыр жаншыл, қына менде жар мен беташар бар, өлеңсіз суар қызық болама гүл. Бала туса, күзетер шілдехана. Оларды өлең айтар шулап жаңа, бұрынғы жақсылардан өрнек қалған, биде тақпақ, мақал бар байқап қара. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойына кірер денең, өмірдегі қызығың бар өлеңмен, ойлансаңшы бос қақпа елең-селең. Өлеңді айтпақ түгіл ұға алмайсың, айтсаң да үддасынан шыға алмайсың, сен білмейді екен деп айтпасын ба, неге мұнша сіресіп қоба алмайсың? Өлең деген әр сөздің ұнасымы, сөз қосарлық орайлы жарасымы, сөзі тәтті, мағынасы түзу келсе, оған кімнің ұнасар таласуы? Қарны аш, надан ұқпас сөзді, сөзді ұғар, көкірегі болса көзді. Қадірін жақсы сөздің білер жанға, таппай айтпа, оған да айтар кезді. Сый дәметпе, берсе алмай еш адамнан, нен кетеді жақсы өлең сөз айтқанынан. Сүйенерлік адамды құрмет қыл, аулақ бол, әнін сатып нәрсе алғаннан. Шортанбай, Дулат деген бұқар жырау, өлеңі бірі жамау, бірі қырау. Әттең дүние сөз таныр кісі болса, кемшілігі әр жерде ақ көрініп тұрау. Мақсұтым, тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көңілін қойып көзін ашпақ, үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, думан сауы ойда жоқ әуел бастақ.